Әлем бойынша ең ерекше 4 театр бар. Оның біреуі Түркістанда. Ал сіз Түркістандағы ұшатын театрды білесіз бе? Театр көрер көзге, көңілге ерекше эстетикалық ләззат сыйлайтын өнердің алтын ордасы. Онда архитектурадан бастап мүсін, бейнелеу, сәндік қолданбалы өнер, ән, би, жыр, сөз өнер бәрі жинақталған. Адамның қиялында шек жоғын, өнерде ұлт, шын талантта шекара болмайтын дәлелдеген туындыларға қарап, еріксіз таңдай қағасың. Әсіресе, ол нысан әлемдегі ең таңдаулы, ең ерекше театрлардың бірегейі болса. 2021 жылы Түркістан қаласында ұшатын театр ашылғаны бәрімізге белгілі. Ал дүние жүзінде мұндай 8D форматындағы ұшатын театр 18 ғана, ТМД елдері бойынша жалғыз Түркістанда ғана бар деген фактіні екінің бірі білмеуі мүмкін. Қаланың мәдени-рухани орталығы Керуен-сарай туристік кешенде орналасқан ерекше нысан самұрық құстың алып жұмыртқасы пішінінде. Халық аңызы бойынша, киелі самұрық құс бәйтеректің бұтағындағы ұясына келіп, күн бейнелі алтын жұмыртқа салады. Дәл осы алып алтын жұмыртқа үлгісіндегі ерекше театрда сиқырлы ертегілер еліне, қазақ халқының тарихына, бүгіні мен келешегіне жаңа технологиялардың көмегімен 8D форматта әсерлі саяхат жасауға болады. Театрға келушілер ең алдымен 20 минут экскурсияға қатысады. Мекеме қызметкерлері еліміздің тарихын тас ғасырдан бастап жаңа Қазақстанға дейін жоғары сенсорлы жүйемен жабдықталған технологиялармен көрсетіп түсіндіреді. Кейіннен жаңа технологиялы 8D арқылы еліміздің ең көрікті елді мекендердің үстінен отырар жері, қазіргі Түркістан, Астана қаласы, космос әлеміне саяхат, шары шатқал арқылы ұшып өтіп, теңіз әлеммен таныстырып ұшып өтеді. Қала тұрғындары мен туристердің сүйікті орындарының біріне айналған театрды тамашалағысы келетіндер саны күн санап артып келеді. Ендігі мақсат елімізден бөлек Орта Азия аймағындағы үздік туристік орталықтардың біріне айналу. Ақпарат құнды болса, керекті мәліметтерді алсаңыздар, қоңыраушаны басып, Ақылдың кені каналына тіркеліп, бөлісіп қойсаңыздар керемет болар еді.